Барлықтарыңызға сәлем, арнама қош келдіңіздер. Сіздермен қазіргі трендтегі хит болып жатқан кукис печеньелерін дайындайтын боламыз. Өте жұмсақ болып шығады, әрі оңайлықпен қатпайды. Сіздер де міндетті түрде осы рецептпен жасап қараңыздар. Ең алдымен ішіндегі салмасын дайындап алатын боламыз. Ол үшін творожный массаға қант ұнтағын салып, жақсылап араластырып, бір келкі массаға келтіріп аламыз. Және де кондитерский мешогымызға салып, ыдысымыздың үстіне осылай формаға келтіріп құйып шығамыз. Және де морозильникте 1 сағат қатырып алатын боламыз. Ол арада қамырын дайындап аламыз. Ол үшін үй температурасындағы сары майымызға осылай қант салып араластырып аламыз. Және де үстіне 1 жұмыртқаны салып, миксердің ең төменгі жылдамдығында қант ерігенге дейін жақсылап осылай араластырып дайындап аламыз. Дайын болған массамызды ала тұрамыз. Өлшеніп алған ұнымыздың үстіне какао, қопсытқыш және де ас содасын салып, жақсылап араластырып, жаңағы дайын болған массамызды үстінен салып, жұмсақ қамыр илеп алатын боламыз. Мінекей қамырдың жұмсақтығы осылай видеода көрсетілгендей етіп дайындап аласыздар. Үстінен кез келген плитка шоколадты осылай ұсақтап турап аласыздар. Немесе дайын магазиндерде сатылатын копилка түрлерінен пайдалансаңыздар да болады. Дайын қамырды осындай думалық формаларға келтіріп аламыз. Өлшеп алсаңыздар да болады, немесе көздің мөлшерінде осылай формаларға келтіріп алсаңыздар болады. Мен мұнда 90-95 граммнан өлшеп алдым. Егер сіздердің печеньелеріңіз кішілеу болуын қаласаңыздар, граммдарын азайтасыздар, 50-60 граммнан өлшеп осылай формаларға келтіріп аласыздар. Ол үшін ішіндегі начинкаларында кішкентай формада морозилкада қатырып аласыздар. Дайын болған тестамызды осылай қолдың көмегімен жұқа етіп жайып, үстіне жаңағы дайын болған морозилкадағы начинкамызды салып, жақсылап араластырып формаға келтіріп, осылай дайындап аламыз. Және де алдын ала қызып тұрған 180 градустағы пеште 15-20 минут шамасында пісіріп аламыз. Тез піседі, міндетті түрде қарайлап, бақылап тұрыңыздар. 15-20 минут шамасында пісіп қалады. Дайын болған печеньелер басында қатты жұмсақ болып тұрады. Кішкене суытып барып, сосын осылай түрлі жеміс-жидектер, шоколадтармен оформление жасасаңыздар болады, немесе осы күйінде қалдырсаңыздар да болады. Өздеріңіз қалауларыңызға қарап, сахарный пудра пайдалансаңыздар да болады. Мен осылай шоколад және де жеміс-жидектермен пайдаландым. Біздің кукис печеньелер дайын болды. Сіздер де міндетті түрде осы рецептпен жасап қараңыздар. Рецепт ұнаса, өз пікірлеріңізді комментарий бөлімінде қалдырыңыздар. Және де арнама тіркеліп алуды ұмытпаңыздар.